17 ғасырдағы ағылшын буржуазиялық революциясы. Революция қарсаңындағы Англия. 17 ғасырдың бірінші жартысында Батыс Еуропада феодализм тоқырауға ұшырады. Оның орнын жаңа қоғамдық жүйе капитализм ауыстырды. Феодализмді капитализм ауыстырыпты. Меншіктің жаңа капиталистік нысаны орнығып, Батыс Еуропада капиталистік қатынастар дамый бастады. Батыс Еуропа, Западная Еуропада. Англия 15 ғасырдың соңынан бастап шұға өндірісі қарқынды дамыды. Әлемдік нарық қалыптаса бастады. Жаңа ақсүйектер жекеменшіктің жаңа капиталистік түрін қолдады. Жалдамалы жұмыс күші тиімдірек болғандықтан, мануфактураның иесі феодалдық тәуелділікті қажет етпеді. Ақсүйектер. Ойлан. 16 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың бас кезінде Англияның дамуында қандай фактор маңызды рөл атқарды? Кәсіпкерлер және жаңа ақсүйектер өз ақшаларын англикан шіркеуінің пайдасына жұмсағысы келмеді және пуритандарды көбірек қолдай бастады. Пуритандар деген кімдер? Мұнда айттық па біз? Пуритандар мұнда жоқ. 7-ші сыныпта оқыған шығарсыңдар, пуритандарды. Он 17 ғасырдың басында пуритандарда пресвитериандар және индепенденттер бағыттары пайда болды. Ауқатты көпестер, қаржыгерлер, ірі жер иелері, джентрилер пресвитериандарға айналды. Купцы, көпестер деген, қаржыгерлер, финансисты. Алайда Англиядағы капитализмнің дамуын орта ғасырлық қатаң ережелер тежеді. Революцияның себептері. 17 ғасырдың 30 жылдарының соңы мен 40 жылдарының бас кезінде Англияда революциялық жағдай қалыптасты. Заңсыз салықтар сауда мен өнеркәсіптің дамуын тежеді. Халықтың жағдайының нашарлануына әкелді. Бірінші Яков 1625 жылы қайтыс болып, сол жылы оның мұрагері бірінші Карл таққа отырды. Ол әкесінің парламент құқығын мойындаудан бас тартқан шексіз билік туралы көзқарасын жалғастырды. Парламент наразылық білдірушілердің талаптары көрсетілген құжат құқық туралы петиция қабылдады. Бірінші Карл парламентті таратып 11 жыл бойы Англияда жеке дара билігін жүргізді. Бірақ король парламенттің рұқсатынсыз жаңа салықтар енгізе алмады. 17 ғасырдың бірінші жартысындағы Англияның сыртқы саясатын революциялық ахуалдың қалыптасу факторы ретінде қарастыруға болады. Бірінші Якоб басқаруының бас кезінде біріккен провинциялармен бәсекелестік күшейді және Испаниямен жақындасу басталды. Бұл көпестер мен кеме иелерінің наразылығын туындатты. Шотландияда бірінші Карлдың жеке дара билігіне қарсылық ретінде көтеріліс басталды. Осы оқиғаларға орай бірінші Карл парламентті шақыруға мәжбүр болды. Ол корольға жаңа салықтарды жинауға рұқсат бермеген үшін таратылып, тарихқа қысқа парламент деген атпен енді. 1640 жылы король ұзақ парламент деп аталған жаңа парламент шақырды. Буржуазиялық ақсүйектер оппозициясының бағдарламасы 2 құжаттама. Тамырлар мен бұтақтар туралы петиция мен ұлы ремонстрациядан өз көрінісін тапты. Англикан шіркеуі Англияның мемлекеттік шіркеуі, протестанттық шіркеулердің бірі. Әдет-ғұрыптары жағынан католиктік шіркеуге жақын, бірақ оның басшысы Рим папасы емес, ағылшын королі. Диггерлер. Ағылшын буржуазиялық революциясы кезінде ауыл және қала кедейлерінің араларындағы қозғалысқа қатысушылар. Жерге жекеменшіктің жойылуын және мүліктің теңдігін талап етушілер.
Индепенденттер шіркеу қауымдастықтарының толық өздері басқаруын, діни төзімділік идеяларын жақтаушы пуритандар. Джентрилер қала буржуазиясы мен жаңа жер иелері. Пресвитериандар шіркеуді діни қызметкерлердің пресвитериандық жиналысы басқару керек деп есептейтін протестанттар. Олар алтарьларға, иконалары мен балауыздарға қарсы шығып, Құдайға құлшылық етудегі басты нәрсе дұға, оқу емес, пресвитердің уағызы деп есептеген. Пуритандар кальвинизмнің ізбасарлары. Олар англикан шіркеуін сан-салтанатты ғұрыптардан тазарту қажеттігін мәлімдеп, оларды Құдайға емес, корольға қызмет ететіндігімен айыптай отырып, епископтар лауазымдарын жоюды талап етті. Роялистер, монархияшылдар, король билігінің жақтастары. Бірінші Карл. Парламентпен күрестің қиын болатындығын түсінген бірінші Карл 1642 жылы қаңтарда солтүстікке кетіп, сол жылы тамызда парламентке соғыс жариялады. Елде корольдің парламентпен азамат соғысы басталды. Азамат соғысы бүкіл Англия екіге, парламентті жақтаушыларға және феодалдық абсолюттік құрылысты жақтаушыларға бөлінді. Парламент жағында қала қолөнершілері мен саудагерлер, ерікті шаруалар, джентлер бой көтерді. Корольді ақсүйек тектілер, солтүстіктің феодалдары мен дворяндары, ауыл қолөнершілері, дін иелері қолдады. Корольдық әскерді сәнді киімдер мен барик кигендері үшін кавалерлер, солдаттар деп, парламентті жақтаушыларды шаштарын дөңгеленіп алдырғандары үшін домалақ бастылар деп атады. Экономикалық жағынан артта қалған солтүстік және батыс графтықтар король туының астына өтті. Экономикалық жағынан неғұрлым дамыған оңтүстік шығыс парламентті қолдады. Соғыс король әскерінің жеңістерімен басталды. Қауымдар палатасы парламент әскерін нығайту жөнінде бірқатар шаралар қабылдады. Осылайша ауқатты емес джентри, шаруалар, қолөнершілер, мануфактура жұмысшыларынан тұратын еріктілердің жаңа үлгідегі әскері пайда болды. Бұл әскерде офицер болу үшін адамның ақсүйектер тегінен шығу талап етілмеді. Жаңа әскердің негізін қалаушы Хантингтоннан шыққан жер иесі генерал-лейтенант атағын алған ақсүйек Оливер Кромвель еді. Нейсбиде роялистер жеңіліске ұшырады. Бірінші Карл солтүстікке қашып, шотландықтарға тұтқынға түсті. Елдегі билік әскерінің қолына көшті. Король әскерін жеңу парламент актісімен бекітілді. Левеллерлер мен республиканың орнауы. Революция халықтың демократиялық тобының үмітін ақтамады. Солшыл революциялық күштердің негізі орта шаруалар мен қалай кедейлерінен тұратын әскер болды. Бұл әскерде ұсақ буржуазия арасында левеллерлер, теңестірушілер саяси партиясы қалыптасты. Левеллерлер көшбасшылары Дж. Лильберн, Уолвин, Р. Авертон демократиялық заңдарды әзірлеуді, парламенттің халық алдындағы жауапкершілігін, парламентке бақылау орнатуды, лордтар палатасын жоюды талап етті. Левеллерлердің бағдарламасы мыңдаған қала тұрғындарының ремонстрациясы жарияланды. 1647 жылы ағылшын революциясы буржуазиялық демократиялық жаңа кезеңге өтті. Парламенттің корольмен келіссөздері бүкіл ел бойынша демократиялық күштердің наразылығын туындатты. Бұл қозғалыс индепенденттік генералитетті, әсіресе Кромвель және Ферфаксты парламенттегі пресвитериандық көпшілікпен байланысын үзіп, әскермен бірігуге мәжбүр етті. Әскер батыл әрекеттер жасады. Корольді Ньюпорттан Херст бекініс түрмесіне ауыстырды. Полковник Прайд жасаған мемлекеттік төңкеріс әйгілі Прайдтық тазарту болды. Парламенттен корольмен ымыраға келгісі келген депутаттар қуылды. Жоғарғы сот корольді соттау туралы шешім қабылдады. 1649 жылы мамырда Англия республика деп жарияланды. Республика құрылғаннан кейін соғыс пен дағдарыстарға байланысты халықтың жағдайы нашарлады. Шынайы левеллерлер немесе диггерлердің жаңа қозғалысы пайда болды. Халықтың кедей бөлігі мүлік теңдігі, жерді қоғамдастыру, халықты қанауды тоқтату сияқты талаптарды қойды. Диггерлер басшысы Джерард Уинстенли болды. Нейсби шайқасы.
Революцияның демократиялық күштерінің жеңілісі республикадағы таптық күрес ауқымын бәсеңдетті, оның бұқара халықтан алшақтануына алып келді. Ағылшын республикасының алдында индепендент джентльмен және буржуазияның билігін нығайту міндеті тұрды. Ол Ирландия мен Шотландиядағы роялистік қауіп-қатерді жоюға тиіс болды. Теміржондылар әскерін бастаған Оливер Кромвель Ирландияны жаулап алуға аттанды. Кромвель әскері Шотландияға басып кіріп, ағылшын контрреволюциясын қолдайтын жергілікті феодалдарды тас-талқан етті. Осы жеңістер нәтижесінде Англия республикасын Испания, Швеция, Франция ресми түрде таныды. Оливер Кромвель протектораты. Республиканың ішкі саяси ахуалы ауыр күйінде қалды. Елде жаңа конституцияны бекітіп, заңнамалық реформаларды жүргізу қажет болды. Осы жағдайда Кромвель парламентті таратып, жаңа билік органы кіші немесе Бурбондық парламентті тағайындады. Парламенттің әлеуметтік-экономикалық өзгерістері билеуші топтың наразылығын тудырды. Кіші парламент өзін-өзі тарқатуға мәжбүр болды. Англияда басқару құралы атты жаңа конституция қабылданды. Кромвель Англияның, Шотландияның және Ирландияның өмірлік лорд протекторы болып тағайындалды. Шын мәнінде протекторат жүйесі Кромвельдің әскери диктатурасы еді. 1658 жылы Кромвель қайтыс болып, билік оның ұлы Ричардқа көшті. Халық наразылығын қайта жанданды. Англияда реформалар жүргізуге дәрменсіз екінші республика орнады. Саяси режимнің тұрақсыздығы, халық толқуларының өсуі монархиялық билікті қалпына келтіруге итермеледі. Шіркеудің пресвитерлік құрылымы қалпына келтірілді. Голландияның Бред қаласында эмиграцияда жүрген екінші Карл төңкеріске қатысушыларға рақымшылық жасау, дін еркіндігі мен жерді сату және тәркілеуді бекіту туралы декларация жариялады. Англияда қайтадан абсолюттік монархия режимі орнады. Корольдің саясатына наразы оппозиция жетекшілері Нидерланды үкіметінің басшылығына ұсыныс жасап, 3-ші Вильгельм Аранскийдің Англияға оралып, протестанттық еркіндікті қалпына келтіруін сұрады. Даңқты революция және конституциялық монархияның орнығуы. 3-ші Вильгельм Аранскийдің әскері Лондонды басып алды. Ол 1689 жылдың басында Англия королі болып жарияланды. Осылайша даңқты революция деген атауға ие болған қантөгіссіз мемлекеттік төңкеріс болды. Жаңа мемлекеттік жүйенің негізгі құжаты құқықтар туралы биль енгізілді. Англия парламенттік монархияға айналды. Король елді парламентпен бірігіп басқаратын болды. Корольдің парламенттің рұқсатынсыз заңдар шығаруға, салықтарды жинауға, әскер ұстауға, дін істеріне араласуға құқығы болмады. Құқық жөніндегі декларациясында халық корольді орнынан алуға өзгертуге құқықты болды. Сондай-ақ тақ мұрагерлігі тәртібін өзгерте алуға құқылы екендігі атап көрсетілді. Жалпы алғанда 1688 жылғы төңкеріс жер иеленуші ақсүйектер мен ірі буржуазияның арасында бітімгершілік барын көрсетті. Ағылшын революциясының тарихи маңызы. Ағылшын революциясы капитализмінің дамуына маңызды қадам жасады. Парламент арқылы жаңа капиталистік жүйенің дамуына үлес қосқан бірқатар заңдар қабылданды. Бұрынғы тектілік артықшылыққа тойтарыс беріліп, абсолютизм жойылды. Елде азаматтық қоғам қалыптаса бастады. Ағылшын революциясы жариялаған саяси талаптармен бірге буржуазиялық еркіндік, жаңа экономикалық тәртіп заманауи индустриялық өркениеттің іргетасын қалады. Ағылшын революциясының ерекшелігі жаңа ақсүйектер буржуазиямен одақтаса отырып монархияға, феодалдық ақсүйектерге және шіркеу үстемдігіне қарсы күресті. 17 ғасырдағы ағылшын революциясы және пуританизм идеяларының таралуы дәстүрлі қоғам және шексіз монархияны жойды. Елде конституциялық парламенттік монархия орнады. Біліміңді тексер.